Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз клиникаға ең қажетті тақырыптың бірі өкпе синдромдарын талдайтын боламыз. Жалпы студенттердің көпшілігі осы симптом және синдром деген ұғымдарды шатастырып жатады. На самом деле симптом дегеніміз не? Ал синдром дегеніміз не? Енді айырмашылығына тоқталып өтсек. Симптом дегеніміз бұл науқастың субъективті шағымдарымен көрінетін аурудың жеке белгісі болып табылады. Субъективті деп отырғанымыз, яғни сіздің алдыңызға пациент келеді, сұрастыру барысында сіз пациентке айтасыз, сізді қандай шағымдар мазалайды деп. Сол кезде пациент сізге айтуы мүмкін, мені жөтел мазалайды, температурам көтеріледі, ентігемін деп. Яғни осы шағымдарды біз симптомға жатқызамыз. Ал синдром дегеніміз бұл ұқсас симптомдардың жиынтығы. Қай жағынан ұқсас десек, бұл даму механизмі, яғни патогенезімен және пайда болу себебі этиологиясы арқылы ұқсас болып келген симптомдардың жиынтығын айтады екенбіз. Мысалы, интоксикация синдромы десек, ол синдромға бізге жалпы әлсіздік, шаршау, дене қызуының көтерілуі, салмақтың жоғалту секілді симптомдар кіреді. Ал егер де пациентте цианоз болса, жаңа ентігіп жатса, оны тыныс алу жиілігі артып кететін болса, көгеру пайда болатын болса, яғни бұл ұқсас симптомдар ғой, осылардың жиынтығын біз бір сөзбен тыныс жетіспеушілігі синдромы деп атайды екенбіз. Жалпы өкпе патологиясы кезінде көптеген синдромдар бар, оның ішінде ең жиі кездесетін бізде өкпе тінінің тығыздалу синдромы болып табылады. Жалпы тығыздалу дегеніміз бұл өкпе тінінде ауалықтың азаюын айтады екенбіз. Енді қалыпты жағдайда белгілі альвеоланың қызметі осы оттегінің метаболизмі қамтамасыз етіп отыруын, оттегін алып тіндерге көмірқышқыл газын бізде шығарып отыру болып табылады. Ал енді өкпе тінінің тығыздалу синдромы кезінде альвеолаға қандай да бір қабыну сұйықтықтары жиналады. Нәтижесінде өзінің қалыпты жасайтын қызметін атқара алмай қалады. Бұл бізде өкпенің эластикалық тінінің солып қалуына, тығыздалып қалуына алып келеді екен. Енді осы тығыздалу синдромының өзінің екі түрін ажыратуға болады, яғни сегменттік және бөліктік деп. Тығыздалу бұл өкпені белгілі бір сегментінде жүретін болса, бұны сегменттік дейміз. Ал егер де қандай да бір ошақта немесе белгілі бір бөлігінде жүретін болса, бұны ошақтық немесе бөліктік тығыздалу синдромы деп атайды екенбіз. Енді өкпе тінінің тығыздалу синдромына қандай симптомдар тән? Соған тоқталып өтейік. Біріншіден, ентігу. Ентігу не үшін туындайды? Бұл өкпенің тыныс алу көлемінің азаюына байланысты. Одан кейін жөтел. Қандай жөтел тән десек, бұл тот басқан жөтел болуы мүмкін, немесе шырышты іріңді жөтел. Және бұл жерде айта кеткім келеді, өкпе тінінің тығыздалу синдромы көбінесе пневмониямен ауыратын адамдарда кездеседі. Ал ауырсыну не үшін пайда болады десек, бұл жаңағы өкпе тіні тығыздалған кезде ол жанындағы эластикалық тіндер, жүйке талшықтарында тітіркендіруі мүмкін. Бұл бізде сонымен қатар дем алған кезде, қандай да бір физикалық күш түскен кезде ауырсыну күшейіп кетуі мүмкін. Ал қанды қақырық бұл туберкулез кезінде, рак кезінде пайда болатын симптом болып табылады. Және сонымен қатар интоксикация, кез келген жаңағы қабыну процестерінде белгілі дене қызуы көтеріледі, адам қалтырайды, әлсіздік болады. Бұл әсіресе бөліктік пневмонияда жиі кездеседі екен интоксикация синдромы. Енді науқасты объективті зерттейміз. Ең алдымен кеуде қуысын қараймыз. Кеуде қуысының пішініне, тыныс алуға қатысу актісіне мән береміз. Сіз науқасқа терең дем алып дем шығарыңыз деп айтсаңыз, зақымдалған аймақтың тыныс алудан қалып жатқандығын көре алады екенбіз. Және ателектаз кезінде жаңағы өкпенің бір бөлігі кішіреюі мүмкін. Енді пальпация кезінде зақымдалған аймақтың жаңағы дауыс дірілінің күшеюін анықтайды екенбіз. Ал перкуссия кезінде қандай өзгерістер болады десек, мысалы пневмосклероз кезінде, өкпе рагы кезінде, обтурациялық ателектаз кезінде тұйық немесе тұйықталған өкпе дыбысын естиміз. Ал егер компрессиялық ателектаз болатын болса, және қабынудың алғашқы кезеңдерінде бізде тұйықталған тимпаникалық дыбыс естіледі. Енді осы жерден ателектаз деп отырмыз ғой, оның өзінің екі түрі бар, обтурациялық және компрессиялық. Обтурациялық деп отырғанымыз бұл қандай да бір бөгде затпен бітеліп қалған кезде, яғни обтурация деген ол бітелу деген мағынаны білдіреді. Бұл кезде сәйкесінше тіпті пальпация кезінде де дауыс дірілі естілмей қалуы мүмкін. Ал компрессиялық деген аты айтып тұрғанда, яғни сырттан қандай да бір күш түсіп өкпені қысқан кезде, ол мысалы плеврада сұйықтық жиналған кезде, ауа жиналған кезде бізде өкпені қысып тастайды ғой, сол нәтижесінде компрессиялық ателектаз дамиды екен.
Енді тақырыптан кішігірім ауытқып кеттік. Жалпы топографиялық перкуссия кезінде қандай өзгеріс болады десек, бізде өкпе тіні кішірейіп жатыр, сәйкесінше мына шекарасы өкпенің жоғарыға қарай кетеді екен. Ал аускультация кезінде біз визикулярлы тыныстың әлсірегенін естиміз. Альвеолада және эксуда туылған кезде бізде бронхиалды тыныс естіледі. Ал обтурациялық ателектазда мүлдем тыныс естілмейді. Аускультацияда ештеме естімейміз. Ал қосымша тыныс жолдарына бізде крепитация, сырылдарды, әсіресе пневмония кезінде орта көпіршікті сырылдарды естиді екенбіз. Келесі, тығыздалу синдромында қандай диагностикалық көрсеткіштер бар? Ең бірінші зертханалық көрсеткіште енді қабыну процесі болып жатқандықтан сәйкесінше лейкоциттердің саны көбейеді және этажының жоғарылауы. Осыны жаттап алыңыздаршы. Жалпы лейкоцитоз бен этажының жоғарылауы бұл бізде ағзамызда қандай да бір қабыну процесі жүріп жатқандығының негізгі белгісі болып табылады. Ал рентгенде бізде мән берсек, мұнда ошақты қараюды байқайды екенбіз. Ал енді инструменталды зерттеу әдістерінен қандай да бір рентгенограмманы талдап көрсек, мұнда бізде рентген суреті берілген екен. Сұраққа сәйкес қандай өзгерістер бар екенін және пневмония кезінде фокус инфильтрациясының тікелей белгілерін көрсетуіміз керек. Жалпы бізге белгілі, кез келген рентгенограмманы сипаттайтын кезде біз оның бірінші проекциясынан бастап айтамыз. Бізде рентгенограмма екі проекцияда түсіріледі, тік және бүйір проекцияда. Ал бізде берілген суретте тік проекция берілген. Енді суретім салетті. Жауап берген кезде біз айтамыз, тік проекциядағы кеуде қуысының жалпы шолу рентгенограммасы берілген дейміз. Одан кейін рентгенограммада не көріп тұрғанымызды айтамыз. Яғни біз қабырғаларды көріп тұрмыз. Одан кейін бұғананы, яғни қабырғаны, омыртқа бағанын, диафрагманы, өкпе алаңдарын көріп тұрмыз, және жүректі көріп тұрмыз. Өкпе түбірін, осылардың бәрін айтып өтеміз, және өкпенің жаңағы синустарын көріп тұрмыз. Мына жерде қабырға диафрагмалық синустар бар, қабырға перикардтық синустарды көріп тұрмыз деп айтамыз. Және бізде срез қандай? Бізде срез толығымен көрсетіліп тұр, яғни мына жерден қиып тастамаған толығымен кеуде қуысын көре алады екенбіз. Енді біз рентгенограммада салыстырып қараймыз. Мысалы, мына бөлігінде, сол жақ бөлікте бізде ешқандай өзгерістер байқалмайды. Ал оң жақ бөлікте қарасақ, мына жерде, оң жақ өкпенің төменгі бөлігінде біз нені көреміз? Қандай да бір қараюды көреміз. Осыны жаттап алсаңыздар болады. Егер де рентгенограммада осындай ағарып тұратын ошақ болса, біз оны қараю деп атаймыз. Яғни, оң жақ өкпенің төменгі бөлігінің қараюы деп атайды екенбіз. Енді бұл көбінесе пневмонияға сәйкес келеді. Енді пневмония кезінде фокус инфильтрациясының тікелей белгілері қандай десек, ол бізде дұрыс емес форма, яғни біз ошақты көріп тұрмыз ғой, формасы дұрыс емес, және бір мүшелі емес құрылым екендігін, контур анық еместігін, және ошақтың саны мен көлемінің сегментінің шетіне қарай бағытта ұлғайғандығын, және аурудың 2-3 күндерінде анықталатындығын, диаметрі 5 мм-ден кем емес екендігін айтып өтсек болады.